Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін дастарханның сәнін келтіретін ерекше дәмді салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге тауықтың төс еті, қызанақ, қияр, зәйтүн майы, болгар бұрышы, сарымсақ және укроп керек болады. Тауықтың төс етін видеода көрсетілгендей ұзынша соломка ретінде турап дайындап аламыз. Енді тәрелкемізге салып, үстіне тұз сеуіп, паприка салып, зәйтүн майын құйып, жақсылап араластырамыз. 15-20 минутқа маринадтауға қойып қоямыз. Одан соң қиярымызды орташа кубиктерге турап дайындап аламыз. Қызанақтың керек емес жерін алып тастап, видеода көрсетілгендей турап дайындап алыңыздар. Болгар бұрышымызды тураймыз. Енді соусын дайындайтын боламыз. Сарымсақты кішкене бөліктерге бөліп, турап аламыз. Сіздер сарымсақ өткізгіштен өткізсеңіздер де болады. Енді табағымызға салып, оның үстіне паприка сеуіп, ашты чили бұрышын салып, қызып тұрған майды үстіне құямыз. Осыны жақсылап араластырыңыздар. Енді укропымызды турап дайындап қойыңыздар. Қызып тұрған табамызға жаңағы тауықтың төс етін жақсылап қуыратын боламыз. Жақсылап қуырылған соң, астын баяу отқа қойып, бетін жауып 10 минутқа пісіреміз. Піскен тауық етін табағымызға салып, үстіне укропты салып, жаңағы дайындаған соусымызды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Міне осымен біздің ыстық салатымыз дайын болды. Дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Үстіне қалауыңызша күнжіт сепсеңіздер болады. Сіздермен болған Жібек, назарларыңызға рахмет.